Бәріне сәлем, сіздермен Гүлхан. Бүгінгі видеода біз екі ғана өлшеммен осындай юбканы тігуді үйренетін боламыз. Ешқандай лекаланы қажет етпейді, оверлокты қажет емес. Юбкамызға лента тігуді, астар салуды, ішінен де сыртынан да таза тігу жолын осы видеоны қарап үйрене аласыз. Ендеше бастайық. Бізге қатты фатин, астарлы мата, лента және резинке қажет болады. Ең бірінші бізге екі өлшемді анықтап алу қажет. Ол бел айналымы оты, обхват талии, екіншісі длина изделия, бұйым ұзындығы. Мен 5 жасар қызға тігетін боламын. Біздің 5 жасар қызымыздың бел айналымы 60 см. Фатиннен неше сантиметр қажет екенін анықтау үшін осы бел айналымын 3-ге көбейтеміз. Егер сіз өте қатты көлем бергіңіз келсе, 4-ге көбейтсеңіз де болады. 60 көбейтілген 3 бізде 180 см. Ал енді астарлы мата ұзындығын анықтау үшін осы о-тыны, яғни бел айналымын 2-ге көбейтеміз. Ал юбканың ұзындығын қалауыңызша алуға болады. Кішкентай қыз балаға 35-40 см алсаңыз болады. Енді фатиннен 180-де 35 болатын, астардан 120-да 35 болатын ұзын бір бөлікті қиып шығамыз. Ең бірінші астарлы матаны тігуден бастайық. Ол үшін матаның теріс жағы ішіне қарап жатады. Оң жағынан қысқа енінен қосып түйреп аламыз. Шетіне 5 мм жеткізбей бірінші тігісті тігіп шығамыз. Сосын тігісті міндетті түрде үтіктейміз. Енді матаны теріс жағына аударып, жаңағы тігісті екі ортада қалатындай етіп жатқызып, шетіне 1 см тігіске қосымша беріп тігіп аламыз. Сонда біздің астарлы матамыз сетінемейтін болады. Енді төмен жағын бірінші 1 см-ге, сосын тағы 1 см-ге қайырып тігіп аламыз. Сонда төмен жағы да таза өңделеді. Ал енді белге қосылатын жағын басында және соңында 10 см шып қалатындай тігіс ұзындығын ұзартып 3-3,5 мм етіп, қосымша тігісті шетіне 5 мм жеткізбей айналдыра тігіп аламыз. Бұл бізге матаны белінен жиырып тігу үшін қажетті қосымша тігіс. Жіпті үзіп алмай, матаны белінен жинаймыз. Біздің бел айналымыз 60 см болса, біз 80 см етіп жиырсақ жетеді. Енді фатинді алып келеміз. Фатиннің бір ұзындығына, лентаның ұзындығындай жерге лентаны дәл жатқызып, видеодағыдай түйреп аламыз. Тігін машинасында лентаның сол жағынан тігіп шығамыз. Енді фатинді оң жағынан қысқа енінен біріктіріп, шетіне 5 мм жеткізбей, тура астарды тіккендей тігіп аламыз. Қатты шығып тұрған матаны қиып тастаймыз, сосын теріс жағына аударып, жаңағы тігіс ортасында қалып кететіндей екінші тігісті жүргіземіз. Енді бел жаққа қарайтын бөлікті жиыру үшін қосымша тігіс тігіп аламыз. Басында соңында 10 см жіп қалу керек. Бұл тігісті шетіне 5 мм жеткізбей, тігіс ұзындығына 3-3,5 мм таңдап тігеміз. Фатинді де бел жағынан жиырамыз. Енді ең маңызды жерге келдік. Осы жерде мұқият тыңдаймыз. Астарлы матаның оң жағына, фатиннің оң жағын жатқызамыз. Енді баланың бөксесі еркін киіп шешілетіндей резинкені өлшеп алып, оны қысқа енінен тігіп аламыз. Резинкенің оң жағы фатиннің оң жағына қарап жатуы керек. Резинкені созып тұрып, ине түйреуішпен айналдыра түйреп шығамыз. Сосын тігін машинасында шетіне 1 см жеткізбей, толықтай тігіп аяқтаймыз. Осымен юбкамыз дайын болып қалды. Юбканы оң қаратып аламыз. Сонда бізде ішінен де сыртынан да таза өңделген жұмыс шығады. Балабақша, мектеп жасында қыздарға осындай юбкаларды әртүрлі іс-шараларға тігіп беріп, табыс тапсаңыз болады. Видео ұнаса, бір пайдасы тиіп, бір жаңа нәрсе білсеңіз, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Мен міндетті түрде оқимын. Осы юбкаға комплект ретінде бантик тіксеңіз болады. Бантик тігу сабағы осы каналдың төмен жағында бар. Осындай қысқада нұсқа түсірілген мастер-класстарды алдағы уақытта бірінші болып көру үшін каналға бірден жазылып алыңыз. Сіздермен болған Гүлхан.